өсірген, айналайын ағажем, тентек болсам кешірген, балдай тәтті бала жем. Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымызды болжап, біліп отырған шығарсыңдар. Ендеше, бүгінгі біздің тақырыбымыз Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» шығармасы болмақ. Бүгінгі сабақтан білетіндеріңіз автор туралы ақпарат және әже сөзінің мағынасы. Сіздердің меңгеретіндеріңіз әдеби шығармадағы тақырып пен идеяның не екенін, көркем шығармадағы кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекеті арқылы образды ашу. Балалар, тақырыбымызға көшпес бұрын мына сұрақтарды талдап көрейік. Әже дегеніміз кім? Әжелеріңіз сіздерге қандай ертегі айтып береді? Әжелеріңіздің үнемі айтып жүретін өсиет ақылдары қандай? Осы сұрақтар бүгінгі біздің тақырыбымызға арқау болмақ. Ендеше, біздің авторымыз жайлы ақпаратты біліп алайық. Нұрдәулет Ақыш қазақтың танымал жазушысы, журналист. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылында дүниеге келген. Ол қазақ әдебиетінің проза саласын зерттеп, ғылыми еңбектер жазған қаламгер. Жазушының қай шығармасын оқысаңыз да шынайы сезімге өрілген хикаяның ішіне еніп кеткендей әсер аласыз. Әр кейіпкерінің мінез-құлқы, арман мақсаты оқырманды өзімен бірге ертіп жүреді. Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» әңгімесінде отбасы, ұшқан ұя жылылықтың, мейірімділіктің мекен екені, отбасындағы әке-шеше, ата-әженің орны туралы ой толғанады. Әже атауының мәніне терең үңіліп, әженің қасиетті жан екенін сезіндіруге, ардақтауға бағыттайды. Құрметті оқушылар, ендеше бүгінгі біздің әңгімеміздің қысқаша ғана мазмұнын айтып берейін. Күнделікті кешке қарай екі қызына әкесі ертегі айтып беруді әдетке айналдырған. Сондай бір кештердің бірінде Райхан мен Ая әкесіне: «Әке, сіз ертегінің бәрін қайдан біліп алғансыз? Балабақшадан біліп алдыңыз ба?» деп сұрақ қояды. Сонда әкесі: «Жоқ, мен балабақшаға барған жоқпын. Мен әжемнің тәрбиесінде өскенмін. Кешке қарай маған әжем күнде ертегі айтып беретін» деп жауап береді. Сонда Райхан мен Ая таңғалып: «Әке, әже деген кім?» деп сұрақ қояды. Бұл сұрақтың болуы да заңды. Өйткені Райхан мен Ая әже тұрмақ үлкен қария кісілерді көрген емес. Өйткені балабақшаның бағуында, ата-анасының тәрбиесінде болған. Сонда әкесі оларға өзінің әжесін тамаша етіп сипаттап береді. Райхан мен Ая таңданып, әжені көргісі келгендері соншалық, әкесі оларға нағыз әже қандай болатынын және кейпін міндетті түрде көрсетуге уәде береді. Балалар, сендерге шығарма қызықты болды ма? Ендеше оқулықтан шығарманы толықтай оқып аламыз. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың әдеби теориясының терминдеріне назар аударайық. Тақырып дегеніміз әдеби шығармадағы сөз болатын басты мәселе, шығарма мазмұнының негізгі арқауы, айтылатын жағдайларға бағыт-бағдар болып табылады. Ал идея дегеніміз жазушының өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы, берген бағасы. Тақырып пен идея бір-бірімен тығыз байланысты. Тақырыпсыз идея болмайды, ал идеясыз тақырып болмайды. Балалар, бүгінгі біздің әңгімеміздің тақырыбы қандай? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің әңгімеміздің тақырыбы әже, ал идеясы шаңырағымыздың ұйытқысы, берекесі болып отырған әжені құрметтеу, сыйлау. Ендеше біздің мына тапсырмамызды орындайық. Балалар, дәптерімізді ашып, менің
әжем деп жазып қояйық. Мен де сендермен бірге бұл тапсырманы орындаймын. Және де менің әжем қандай, немесе бүгінгі біздің шығармамыздағы әжемізді осы жерге сипаттауға болады. Ендеше менің әжем қандайға дана деп жазайық. Өйткені ақылшы, дана әжеміз, иә? Екіншісіне қамқор. Әжеміз бізді ылғи басымыздан сипап, қамқор болып отырады. Ол тілекші. Әжеміз әрдайым біздің тілегімізді, тілеуімізді тілеп отырады. Ал қадірлі. Қазақ отбасында ата, әже ең қадірлі, төрге отырады, иә балалар? Тамаша. Ендігі кезекте біз шығармадағы әже тақырыбын, әженің образын автор сөзімен айтып көрейік. Әже мейірімді де ақылды адам, ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса орнымен, теріс қылығыңа өзің ұялатындай етіп ұрсады. Өзінің үні де, қолы да, көзқарасы да жұмсақ. Жұрттың бәрімен қарағым, айналайын деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Бұл автордың өз әжесін ішкі жан дүниесін сипаттап берді. Ал автор әженің сыртқы портретін қалай сипаттайды екен? Соған назар аударайық. Сол түні әжем түсіме кіріпті. Осыдан 30 жыл бұрынғы қалпы, басында аппақ кимешегі бар деймін. Ескі мақаммен ыңылдап, ән айтып, ұршық иіріп отыр. Яғни автор өзінің әжесінің ішкі мінезімен сыртқы портретін бізге сипаттап беріп отыр. Балалар, шығармадағы біз түсінбей қалған, немесе бұрын соңды естімеген сөздерді дәптерімізге жазып алайық. Ұршық. Жүнді жіп қылып иіруге арналған жеңіл құрал. Шылауыш кимешек. Кимешек үстінен байланатын үлкен шаршы орамал, жаулық. Дәндету, құнықтыру, әдетке айналдыру. Тосын, бөтен, таныс емес. Камзол, әйелдер көйлек сыртынан киетін жеңсіз, жеңіл сырт киім. Кейуана, жасы үлкен, кәрі адам. Бүгін біз сіздермен біраз сөздерді біліп алдық, иә? Балалар, ендеше автор бұл шығарманы жазудағы өзінің мақсатын да айтып кеткен екен. Мақсатым қыздарыма өз әжем сияқты нағыз қазақи кейіптегі кейуананы көрсету еді. Ондағы ойым, әже деген жарықтық анау-мынау қарапайым адам емес, былайғы жұрттан өзгеше, ардақты да қасиетті жан екенін сәбилер анық сезінсін, оларды не үшін құрметтеу керегін түсіне білсін деген ниет. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше үйіміздегі әжелерімізге өзіміздің сезімімізді білдіріп эссе жазайық, немесе өлең жолдарын арнасақ болады. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар, құрметті оқушылар.